Армысыздар, құрметті оқырмандар. Биыл ақын, сазгер Бәкір Тәжібаевтың туғанына 95 жыл толып отыр. Осыған орай ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі «Жырлары мөлдір бұлақтай» атты ұсыныстық библиографиялық көрсеткішін шығарған болатын. Сіздерді осы көрсеткішпен таныстырып өтейін. Жалпы бұл көрсеткіштің негізгі мақсаты көпшілік оқырман қауымға Бәкір Тәжібаевтың өмірі мен шығармашылығын кеңінен насихаттау болып табылады. Сонымен қатар, біздің кітапханамыздың қорындағы Бәкір Тәжібаев туралы барлық әдебиеттерді оқырман қауымға ұсыну болып табылады. Жалпы енді бұл көрсеткіштің ішіндегі құрылымдық бөлімдеріне тоқталып кететін болсақ, ол ең әуелі құрастырушыдан деп басталады. Яғни біз ол жерде бұл көрсеткіш кімге арналғандығы туралы және бұл көрсеткіштің ішіне қандай мәлімет берілгені туралы айтатын боламыз. Одан кейінгі бөлімде Бәкір Тәжібаевтың өмір баяны берілген. Сонымен бірге Бәкір Тәжібаевтың қызмет хроникасы жылдар бойынша беріліп отыр. Жалпы Бәкір Тәжібаевтың көптеген өлеңдері жеке-жеке мақалаларда, сонымен бірге кітаптарда жарияланған екен. Соған байланысты біздер Бәкір Тәжібаевтың поэзиясы деген бөлек бөлім ашып, осы барлық жеке жарияланған өлеңдерді жинақтап топтастырып отырмыз. Сонымен бірге мерзімді басылымдардың бетінде Бәкір Тәжібаев туралы жарияланған мақалаларды да осы көрсеткішке кіргізген болатынбыз. Және де осы жерде Бәкір Тәжібаевтың замандастарының ол туралы айтқан естелік пікірлері де берілді. Жалпы енді Бәкір Тәжібаев туралы айтатын болсақ, ол 1926 жылы 15 мамырда Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Ақбұлақ деген ауылда дүниеге келген екен. 1941 жылы Темірдегі педагогикалық училищені бітіргеннен кейін Жұрын аудандық газетінің редакциясында қызмет атқарыпты. 1948 жылы Алматыдағы театр сурет училищесін бітіріп, Жамбыл, Шымкент облыстық театрларында қызмет атқарған. 1950 жылы Абай атындағы опера және балет театрының әдебиет бөлімінің меңгерушісі болған екен. Және Бәкір Тәжібаев 1974 жылдан бастап шығармашылыққа ден қойыпты. Жалпы Бәкір Тәжібаев көптеген өлеңдердің, әндер мен ән мәтіндерінің және драмалық шығармалардың авторы болып табылады. Қазіргі кезде Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған 150-ге жуық ән қазақ сахнасында жүр екен. Оның ең танымал әндеріне Әлия, Ақбұлақ, Бозторғай, Іңкәрім-ай, Туған жер сияқты әндерін айтып өтуге болады. Ендігі кезекте сіздерге Бәкір Тәжібаевтың туған елге арнаған бір өлеңін оқып берейін. Күнде алға жетелеп, ізгі арманым, жинап жүрмін жырымның қызғалдағын. Еңбектеніп келемін өз әлімше, мен бақытын өзгенің қызғанбадым. Тұлпарымен талаптың ағындадым, сәуле шашқан шырақтай жалындадым. Қарапайым қалпында күн кешемін, атақ үшін ешкімге табынбадым. Жақсылық пен жамандық арасының жайын біліп сүйетін жан асылын, кең даланың төрінде терін төккен қарапайым қазақтың баласымын. Достарыммен жұп жазбай күндей күлдім, қала кездім, қызықтап түзде жүрдім. Бақыт құсы маған да қонар-ау деп, келер күннен күдерді үзбей жүрмін. Көкейімде ән күйден жатыр ағын, шабытымды шалғайдан шақырамын. Азаматтық борышты өтесем деп, кейде таңды көз ілмей атырамын. Тәрбиелеп баптаған тілегіңді, туған елім тілеймін тілегіңді. Саған қарай садағын кім кезеңсе, қалқан болып тосамын жүрегімді. Құрметті оқырмандар, енді сіздерді осы көрсеткіштің электронды түрін біздің кітапханамыздың байшып.kz сайтынан біле алатындарыңызды еске саламын. Барлықтарыңызды Бәкір шығармашылығымен танысуға шақырамын.